Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Pinduoduo маркетплейсінің жалпы нелерін көрсетемін, танысамыз. Бұл жерде не сатылады, не сатылмайды, қалай іздеуге болады дегендерді бүгін үйретемін. Мынау бізде басты бетіміз. Бұл жерден біз өзімізге керекті жаңағы заттарды таңдай аламыз. Мысалға, бұл басты бетіміз. Енді әрбір категорияға өту үшін не істейміз? Мысалға, әйелдер киімі, балалардың киімі, ер азаматтардың киімдері бөлек тұрады. Олар қайда тұрады, соларды үйрететін боламын. Ең бірінші, оны біз қайдан табамыз? Оны біз мұнда баратын боламыз. Міне, кезек тұрады осы жерде категориялары. Осы былай қарай жылжыту арқылы біз келесі категориялар өтетін боламыз. Міне, мына жерде мысалы әйелдер киімі, келесі балалар киімі, одан косметика, үйге керек жарақтар, электроника, тамақтар бар. Қателеспесем, бұл ерлер киімі. Осылай таңдай аласыздар өздеріңізге. Міне, аяқ киімдер, сумкалар. Бұны біз қалай таңдаймыз? Мысалға, мен әйелдер киімінен классикалық 2-2 осыны таңдаймын. Үстінен басамын. Басу арқылы міне маған әртүрлі көйлектер, классикалық 2-лар шығарып береді. Сонымен қатар бұл жерде өздерінің спортивный деген сияқты өздер бөлінеді. 2-лардың өз былай қарай экраны былай қарай жылжыту арқылы сіздер жеке көре аласыздар. Мысалға, міне мен келесіге өттім. Мынаны арқылы өттім. Осы жерден осылай таңдай аласыздар. Келесі бұл бізде жаңағы фото арқылы таңдай аламыз. Мына жерде фото түрі. Осыны басу арқылы сіздер скрин жасап аласыздар. Мысалға, өздеріңізге ұнап жүрген инстаграмда бір суреттеріңіз болса. Мысалға, мен көрсетейін біреуін. Осы ұяшықты басамын. Мен бұрын іздегендерім. Мысалға, мен делік не іздесем ке, мысалы, мына көйлекті іздейік. Осы көйлекті маған тауып береді. Бұл көйлекті мысалға жақсысын қалай табамыз? Көп көйлек шықты. Соның жақсысын біз мана кнопка тұр, осыны басу арқылы табамыз. Соны басамыз. Бұны басқан кезге бізге ең арзан және жаңағы сатылымы көп товарларды шығарып береді. Осылай. Келесі бұл бізде переводчик арқылы сіздер мысалға женский емесі AirPods Pro мысалға жазайық. Поисковик арқылы іздей аласыздар. Осылай іздейсіздер. Егер де менің сабағым ұнаған болса, төменге лайк және комментарий жазып кетсеңіздер болады.